Әркез халық қызметшісі. Жұрт мұны сезген абзал. Осы есіңде болсын, Мамаш. Сондықтан әуелі сығанақ қаттанамыз. Сонан соң күллі қазақ ордасын бастан аяқ аралап қайтамыз. Туырлық талаштың ежелгі жосығымен қазақтың ел ішінде атқарылар торқалы той, топырақты өлім, ас беру сияқты салт жоралғыларын ортақ жарғыға тәртіптеп, ханнан қараға шейін бұлжытпай сақтауды жарлық етем. Келер жылы осы тұсты жайлаймыз. Түгін тартсаң май шығатын жер екен. Бар ғұмырым ат үстінде өтті. Ата-баба аманатына адал болмаған кезім жоқ. Арманым қазағымда қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заманға жеткізу еді. Ескі билердің төрелік үлгісімен жер, су, мүлік жарғысы мынандай жағдайда жүзеге асырылады. Егер кімде-кім билер мен ақсақалдардың рұқсатынсыз көрші ру тайпаның жер суын, мүлкін өз қажетіне жаратып қойса, сол рудың сұлтаны хан қазынасы мен жерін тартып алған руға айып төлейді. Шүкір, жеткендеймін. Ал енді елімнің ертеңі не болмақ? Осы уайым түн ұйқымды төрт бөледі. Аса мәртебелі хан, сансыз бапта Сайрам шаһарын қол астыңызға алуыңызды һәм оған қорған болуыңызды сұраймын. Қазақтың дабысы жер жаһанға естілуде. Ал келер ұрпақ біз аманат етер осы елдікке ие бола ала ма? Бұған еш ренжімейсіз, Сайд Сұлтан. Әскерім қысқы жорыққа әзір емес. Тек Алладан тілеуіңізді тілегеннен басқа амалым жоқ. Аман ешік. Шешіміңізге көндім, мәртебелі хан. Көршілерімізбен тату қарым-қатынас ұстанамыз. Бар жерде елші хақының бұзылмауы қадағалансын. Хан ордасына келе жатқан елшінің бас амандығына барлық ұлыс халқы жауапты. Елшіні қарсы алуда қонақ жайлық салтымыз сақталып, аттандыру сәтінде жол қажетімен жабдықталсын. Алла разы болсын, Никита. Мен де Мәскеу князі Василийге деніне саулық, елігіне амандық тілеген ізгі хатымды жолдаймын. Алғысым шексіз. Ертең мына ұлы байтақ жан-жақтан анталаған жаудың талапайына түспесе екен, менің бұл уайымым сол. Шыңғыс бабамыздың жасақ жарғысына сай, әр ру басы, тайпа бегі, түтін санына қарай, сауыт сайманы түгел, ғаскер жасақтауға міндетті. Кімде-кім ұрыс кезінде майдан даласын тастап қашса, өлімге бұйыртсын. Әскер басы жазаға тартылсын. Маңғыттарға ұлыс арасындағы тату қарым-қатынас қалпына келген үшін бізге тиесілі жерлерді қыс-қыстауға рұқсат етілді. Қылмыс жазасын кесуде ата-баба әдет ғұрпы мен шариғат қағидаларына сүйенген жөн. Бұл жарлықты әр ру басыларына жеткізуді бұйырам. Бәрі Алланың қолында, Қасым. Сонан соң халықтың өз еркінде. Қандай заман болсын, құл болғысы келмеген халық өз бақыты үшін күреспегі ләзім. Сол үшін әр заманда алтын құрсақ аналардан ел қамын ойлайтын арманы биік асыл ерлер туған.
ел болса ер туғызбай тұра алмақ емес. Алашыңның заман толғатып тудырған ұлы ханы өзіңсің, Қасым. Бәлкім қазір мұны алашың аңғармас. Бірақ келер ұрпақ сенің атыңды асқақ ұстарына сенімім кәміл. Құдайым қазақты ақырдың күніне дейін аман қылғай. Әумин. Сіздерге Алланың шапағаты мен мейірімі түскей. Ізгі ниетпен Қазақ ордасының ханы Қасым Жәнібекұлы. Ата, ішім пісіп кетті. Ай, құлыным келе ғай. Айналайын. Ғафу етіңіз, ханим. Ештеңе етпейді. Бүгінге осымен тәмам. Ертең жалғыз қыламыз. Қайратқа мінесің сонда. Таусыларға міне. Шығып кетсе қайтесің. Өкенде мұндың ғой. Қасым ханның қасқа жолы деген осы қарақтарым. Сөйтіп, қазақты мұратына жеткізген Қасым хан аталарының өзі де бақытты һәм армансыз хан болып өмірден өтті. Солай, бұл хикаяны ұмытпағайсыңдар, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, қастер тұтыңдар.